Ертіс Баян өңірі биыл тойға бай болды. Мемлекеттік рухани жаңғыру бағдарламасы шеңберінде Сұлтан Махмұд Торайғаровтың 125 жылдығы, Естай Беркінбаевтың 150 жылдығы, Мәшһүр Көпеевтің 160 жылдығы тойланса, енді міне қыркүйектің 15-інде Мұса Шормановтың 200 жылдығы аталып өтілді. Ол 1818 жылы Ақкелін аумағында қазіргі Павлодар облысының Баянауыл ауданы Сәтпаев ауылдық округінде дүниеге келген. Бұл Ақкелін тауларының батыс беткейінде Ащысу өзенінің жағасында орналасқан қазіргі Теңдік ауылының маңы. Шорманов өз заманында білімді, елге танымал және беделді адам болған, болыс басқарған. Бұл атаулы шараны тамашалау үшін Екібастұздан бір топ еңбек ардагерлері жеткізілді. Соның бірі жазушы Жұмағали Бейжанұлы. Мұса Шорманов ел басқарушы, правитель дейді, этнограф, өзіндік ойы бар, халықтың қамын ойлаған басқарушылардың, ел басқарушылардың бірі. Ол бүкіл осы Баянауыл өңірі емес, бүкіл мұна Ертіс өңірі бәрі жақсы білген. Бұл кісіні дәл енді датасын ұмыттым. Осы правитель қылып қойғаннан кейін бұл кісі мұны елді жаңа заманға сай халықтың мұқтажын ойлап отырған. Мынандай бір дерек бар. Мұна Ертіс бойындағы елге жер тарыла бастайды. Жайылым жерлер. Сол кезде омбыдан генерал губернатордан келе жатқан Мұса Шормановты сол елдің адамдары тосып алып, біздің жағдайымыз осындай міне. Мал өрісі тарылды. Бізге осындай жерді, ана жерсің арғы бер жағына көшіп қону ыңғайсыз болып бара жатыр деген кезде қайтадан кері қайтып, әлгі губернаторға жолығып, сол көп қалың елді рет-ретімен Баянауылға, Ерейментау болысына бөліп, дұрыс қамқорлық жасаған адамдардың бірі. Айта кетуіміз керек, Екібастұз өңірінің атынан Естай ауылы құрылып, онда бірнеше киіз үйлерді тігілді. Және олар жиынға келген құрметті қонақтарда қарсы алуға өз үлестерін қосты. Теңдік ауылында сонымен қатар жаңа мәдениет үйі де қолданысқа берілген екен. Бояу кеппеген ғимараттың екінші қабатында тарихи тұлғаларға арналып Ақкелін музейі ашылды. Әрине Баянауыл онысымен алда тұрғаны анық. Музейде Мұса Шорманов туралы мәліметтер, баспа беттерінде жарияланған мақалалар, жарық көрген кітаптар қойылған. Соның бірі жаңа басылып шыққан Мұса Шорманов деп аталынған кітабы. Оның авторлары Алтынбек Нұхұлы, Ернұр Кеңдібаев және жерлесіміз марқұм Серік Жақсыбаев. Тағы бір ауыз толтырып айтатын жайт, Мұса Шорманов жерленген жерде кесенелік кешен салынды. Ол Ақтаудың ақтасынан көтерілген. Басты кесененің биіктігі 9 метр болса, кешеннің өзі 500 шаршы метр жерді алып жатыр. Баян елінде Мұса мырзаның, соның Баянауыл елінің 15 жыл аға сұлтаны болған Мұса мырзаның тойын тойлап жатыр. Мұса мырзаның кесенесі өте тамаша көтерілді деп санауымыз керек. Себебі оның ішінде үлкен мазмұн жатыр. Мазмұны қандай? Бұл сұлтан болғандықтан ол кісінің кесенесінің төбесіне сәлдеге ұқсас үлкен сұлтандық сәжде киген бас киімі, сұлтанның бас киімін кесеттік. Ал ағартушылығын көрсету үшін жан-жағына кітаппен қаптағандай болдық. Сол жерде тек қана 8 мүрде жатты деп ойладық. Міне қарап отырсақ, археологтардың арқасында біз 26 адамның жатқандығын анықтадық. 26 адамның аруақтың алдындағы бұл үлкен парыз өтеу іс болды. Сондықтан да жатқан жерлері жайлы болсын бабаларымыздың. Кешенде сонымен қатар Мұса Шормановтың баласы Сәдуақастың басына да тас қойылған. Сонымен қатар кесене басында Мұса мырза туралы ғұламалардың айтқан сөздері тастарға жазылған. Айта кетуіміз керек, Шорманов Мәшһүр Көпейұлына мәшһүр атын берген адам. Мұса мырза қоғамдық істермен белсене араласып, өзінің туған жиені белгілі ғалым Шоқан Уәлихановпен тығыз байланысты болған. Абайдың әкесі Құнанбай істі болып, омбыға тергеуге шақырылғанда дала генерал губернаторына кепілдеме беріп, қамаудан босатып алған. 1868 жылы жаңа басқару ережесі бойынша округтер жабылып, аға сұлтандық жойылғаннан кейін Шормановқа полковник әскери атағы беріліп, бір жылдан кейін демалысқа шығарылыпты. Ал тойға келген нөпір халықтың саны көп. Барлығы осындай бабаларымыздың болғанын мақтан тұтады. Менің бабам Саққұлақ
осы Мұсаның 1 жылдық асына келген екен. Оның Мұсаның бағанадан бері қайта қайталанып жатыр. Мұса мырза Саққұлаққа өмірінде кездесем деп сәлем беруге барған екен. Сонда жол бойлы ойлап кетті. Қалай деп сәлем берсем. Сонда сәлемнің жол бойы тапқаны ассалаумағалейкум арғынның арғымағы деген екен. Сонда жаңағы сол сөзді көкейіне тоқып, үйге кіріп келіп ассалаумағалейкум арғынның арғымағы дегенде Саққұлақ жалт қарап, уағалейкумассалам орта жүздің шамшырағы деген екен. Ол жаңағы неге олай дедіңіз дегенде, сенің алдың жарық бала кесің, ғұмырың ұзақ болады деп. Сол Саққұлақ атамыз 86 жасында Мұсаның асына келгенде жаңағы алдынан Садуақас пен Біләл шыққан дейді. Сонда Садуақас пен Біләлға айтқаны дейді: "Әй Садуақас пен Біләл, сендер атамау деп жылап атсыңдар, мен Нұралымнан айырылып ботамау деп жылап тұрым" деп. "Сен мен өліп, менің асымды Мұса басқаратын жөн бар еді" деп. Құрметтеп келген қонақтарға, ауылдастарға осы тойымыз құтты болсын. Біздің бүгін тойлап атқан тойымыз мынау Нұрсұлтан Назарбаев Әбішұлының рухани жаңғырығымен бүкіл ауылға осындай әруақты жерге келіп елеп, бала шаға тойды халқымыз қуанып, шексіз мақтанып жатыр. Сол әруақтар желіп жебесін артқы ұрпақтарымызды деймін. Мұса Шормановтың 200 жылдығына Павлодар облысының барлық қалалары мен аудандары белсенді қатысты. Әр өңірдің өнерпаздары өздерінің өнерлерін келген жұртқа көрсетіп, ән айтып, би биледі. Сонымен қатар сауда-саттықта қызу өтті. Әрине балуандарымыз қазақ күресінен бақ сынасты. Қазақтың қай тойы ат жарыссыз өткен. Осы күні ол да болды. Және жеңімпаздар үйлеріне темір тұлпар мініп қайтты.